Сәлеметсіздер ме, қымбатты білім алушылар? География пәнінен кезекті сабағымызды бастайық. Пән мұғалімі Бүркітбаева Ләйла Тұрарқызы. Сабақтың тақырыбы өзен аңғарының құрылысы. Сабақтың мақсаты өзен аңғарының құрылысын түсінетін боламыз. Климат жағдайларының, аумақтық өзен торының жиілігіне және оның ағым мөлшеріне, режиміне тікелей байланысты. Оны атақты климатолог Байоков өзендер климаттың өнімі деп ерекше атап көрсеткен. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты анықтамалармен танысып өтейік. Өзен аңғары ағын судың эрозия әрекетінің нәтижесінде пайда болатын жер бедерінің созылмалы пішіні. Өзен арнасы, өзен суы үнемі үздіксіз ағатын аңғар табанының ең терең бөлігі. Өзен террасалары тегіс немесе аздаған еңкіштігі бар аңғардың беткейлер шегінде сатыланып орналасқан алаңдарын атайды. Өзен жайылмасы, өзен аңғарының, өзен суы тасыған кезінде су басып кететін бөлігі. Өзен сағасы, өзеннің төменгі жағында, өзен тасындыларынан түзілген өзен тармақтарының тарамдалған желісімен жырылған ойпаң. Балалар, алдарыңызда көріп тұрғандай, өзен жүйесі және өзен бассейні. Өзен жер асты және жер үсті суларын өзіне қосып алатын аумақ бассейн деп аталады. Ірі бассейні бар өзендерге Амазонка 7 миллион километр квадраттан астам. Өзен бассейндерінің арасындағы шекара су айрығы деп аталады. Қазақстан аумағын шартты түрде 8 су шаруашылық бассейніне бөлуге болады. Олар Арал Сырдария, Балқаш Алакөл, Ертіс, Орал Каспий, Есіл, Нұра Сарысу, Шу Талас және Тобыл Торғай бассейндері. Яғни Қазақстан бойынша 8 ірі бассейндер бар екен. Ал балалар, өзен аңғарының көрінісіне назар аударыңыздар. Енді аңғарлардың жіктеліміне келейік. Көлденең кескін пішіні бойынша өзен аңғарлары мынандай типтерге ажыратылады екен. Саңлау, канон, шатқал, аңғар, сай, у пішінді аңғар, астау тәрізді аңғар, трапециалды аңғар, жәшік тәрізді аңғар, айқын көрінбейтін аңғар сияқты жіктелімдерден тұрады екен. Көлденең кескіні бойынша өзен аңғарларының жіктеліміне тоқтала кетейік. Саңлау, терең, әрі тар аңғар таулы аудандарда кездеседі екен. Канон, құлама беткейлі, терең аңғар. Әдетте табаны тар, таудан шыға берісте немесе таулы өңірлерде кездеседі. Шатқал, терең жартасты тау аңғары. Әдетте беткейлері шығыңқы келіп, төменгі тұсындағы құламасы ұлғая түседі екен. Трапецияға ұқсас, көбіне жазық келетін шығыңқы немесе түзу көлбеу пішінді кең аңғар. Астау тәрізді, беткейлері ойыс, баурайы біртіндеп көлбеу пішінге айналады. Жазықтағы өзендердің аңғарын шабындық ретінде әртүрлі аңғар шабын дақылдарын өсіруге пайдаланып отырған. Енді балалар, өзен эрозиясы деген
не екенін айтайық. Жалпы эрозия деген не екенін білеміз. Өзен ағысының өзен арнасын тереңдету үдерісімен оның жан-жағына қарай жайылуы эрозия деп аталады. Эрозия сонымен бірге бір мезетте су ағысы жыныстың қалың қабатын тігінен тіркесуін терең эрозия және жағалауын шаю арқылы өзен аңғары қиылысуларын жақтаулық эрозия жүзеге асырады. Өзен өзінің арнасын одан әрі тереңдете алмайтын деңгейді эрозия базисі деп атайды. Келесі мына суретте көріп отырсаңыздар, өзен аңғарының құрылымдары берілген. Ирелең өзен тыныш болып көрінгенімен, ол өзінің бұлқынған кемеліне жетеді. Ағыстың жоғарғы жағындағы кіші өзендерді қосып алғандықтан, оның су көлемі ортаңғы нүктеде біршама арта түскен. Өзендегі судың көп бөлігі жағалаумен жанаспайды. Осы себепті өзен ағысы қатты болады. Өзен арнасының иреленгерін көріп отырсаңыздар, өзен сағасының қалай жүзеге асатынын айқын көрініс тауып тұр деп есептейміз. Өзендердің гидрологиялық режиміне келейік. Өзен суы әртүрлі жолмен толығады. Оны қоректену деп атайды. Мысалы, мұздықтармен Исландия аралындағы өзендер, қар суымен Ресейдің солтүстік өзендері, жаңбыр суымен Амазонка, жер асты суларымен және аралас қоректенеді. Өзен режимі белгілі бір мерзім ішіндегі деңгейінің өзгерістері анықталады екен. Сонда өзендердің гидрологиялық режимі дегенде, біз олардың қоректену типін айыра алады екенбіз. Балалар, бірінші тапсырманы орындайық. Суреттегі өзеннің көлденең профиліне қарап, анықтама беріңіз. Ал енді балалар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауап нұсқаларыңызды менің жауап нұсқаларымен салыстырып көрейік. Ал енді балалар, екінші тапсырманы орындайық. Өзен бөліктерін цифрмен белгілеңіздер. Балалар, тапсырмада өзен бөліктері берілген болатын. Орындап болсаңыздар, өз жауап нұсқаларыңызды менің жауап нұсқаларыммен салыстырып көріңіздер. Балалар, үйге тапсырма алайық. Ермексаздан немесе басқа материалдан өз қалауың бойынша өзен аңғарының моделін жасаңдар. Сосын оның көмегімен өзен аңғары құрылымының ерекшелігін түсіндіріңіздер. Параграф 21-ді оқып, кескін картаға дүние жүзіндегі ең ірі өзендерді түсіріңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.